басқа, хабар айтқаннан басқа. Тимур, айта ғой. Мобильдік құрылғылар дегенімізде? Мобильдік құрылғылар дегеніміз ол өзіңіз күнделікті қолданып жүрген смартфон, планшет, компьютерлер жатады. Иә, отырған. Келесі сұрақ. Мобильдік қосымша дегеніміз не? Қосымша? Келесі сұрақ. Сабақ айтқаннан басқа студенттер атсалыспаймыз ба? Яғни отырып білмейміз ба? Мобильдік қосымша дегеніміз не? Instagram желілері. Мобильдік қосымша дегеніміз, яғни жаңа біздің қолданатын мобильдік қосымшадағы программалық жады қандай? Instagram желілері, WhatsApp, Facebook, Telegram осындай бар ғой. Ішіндегі программалық жады, иә? Тағы басқа. Молодец. Осы аталған әрбір қосымшаның негізгі артықшылықтары қандай? Яғни біз жаңа айтып жатырмыз қосымша WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram бізге мобильдік қосымшалар, иә? Солардың біздегі несі қандай? Артықшылығы қандай? Бізге пайдасы қандай? Пайдасы қандай бізге? Instagram'ды не үшін пайдаланамыз? Тек қана Instagram емес, негізі WhatsApp желісінде былайша адамдар арасында алыс болса, соған жіберілетін заттар болады, мысалы. Бір-бірімізге мәлімет алмасу үшін, алыс адаммен жақын сөйлесу үшін біз Instagram, WhatsApp қолданамыз, иә? Тағы да Instagram'da қандай несі бар? Мен айтайыншы, айтыңыз. Например, Instagram'да біз деген қалай айтсақ болады, номерсіз басқа адамдармен хабарласып сөйлесе аламыз. Ал WhatsApp'та болса тек қана телефон номері арқылы сөйлесе аламыз. Яғни екеуінің айырмашылығы бір-бірінен. Instagram қалай айтсам болады, көпшіл, ал этот не WhatsApp тек өзіміздің контакт серіктегі бар адамдар арқылы сөйлесе аламыз, иә? Одан кейін мына топтеге жауап бермейміз. Бізде мысалы әр кез бізде флешка бола бермейді, иә? Біз өзіміздің керек мәліметімізді бір компьютерден алып, екінші компьютерге көшіру үшін бізде мысалы флешка жоқ. Сол кездері WhatsApp'ты қолдануымызға болады, иә? Кім көрсете алады? WhatsApp желісі арқылы біз жұмыс жасау үшін, бір-бірімізге жаңағы документ жіберу үшін қосайықшы соткамызды компьютерге қоса аламыз ба? Енді осы WhatsApp'та енді документ жіберуіміз керек бір-бірімізге. Кім көрсете алады? Арман шығамын. Кез келген осы жердегі бір чатқа кіріп, мысалы өзінің тобының чатына кіріп көрсетсең болады. Қалай жібереміз? Кез келген документті таңдап, қай документ жібереміз мысалы? Кез келген бір документ таңдап. Түсіндік па, көрдік па бәріміз? Бұл жерде енді бәріміздің соткамызге барады, оны біз өзіміз ашып көре аламыз, иә? Біздің келесі бүгінгі жаңа тақырыбымыз есептеу жүйелері. Бізде математикада есептеу жүйелері сияқты информатикада есептеу өз алдына есептеу жүйесі бар. Бүгінгі жаңа сабағымыз есептеу жүйесі. Есептеу жүйесі дегеніміз сандарды таңба белгілерімен көрсететін жүйелік жол. Бұл жердегі сандар бізге ыңғайлы топтастыру үшін негізгі мән ретінде қолданылады. Жалпы есептеу жүйесіне негізгі мәні 10 болып табылатын ондықтар жатады. Есептеу жүйелерін түрлендіруге болады. Бізде есептеу жүйесі информатикада 2-лік, 8-лік, 10-лық, 16-лық есептеу жүйелері бар. Иә, тез жаза аламыз. Бұл енді мысалы ғой, мына жердегі мысалда, мына жерде міне 2-лік санау жүйесі тұр ғой, 1, 1, 0, 1, иә? Мына 2-лік санау жүйесін соңынан бастап, аудару үшін 8-лік санау жүйесіне соңынан бастап 3-ке бөліп жазамыз. Яғни 8-лікке ауыстырамыз. 0, 11, дұрыс па міне? 0, 11, 111, 101, иә? Осының ең соңында 1,573, иә? Тек қана 8-лік санау жүйесіндегі сандар шықты. 1, 5, 7, 3 деген. Жазып аламыз сізге. Жаңағы мысал қалай ауыстыру керек екенін көріп тұрған анық қараймыз. Қазір осы бойынша есеп беремін. Мысалға мына жерде 891-ді не істеген? 10-лық жүйені не істеген? 2-лік жүйеге ауыстырған. Қалай ауыстырған? 2-ге бөле береміз. 2-ден төмен сан шыққанша 2-ге бөле береміз.
Sodan keyin yegilik sanov jiyesiga audargandan keyin ne isteymiz? Razryad bo'yicha so'ngdan boshlab yozamiz ya. Jo'g'ardan deb so'ngdan boshlab, mene ko'rsatib tur. Bo'g'dan so'lga qarang, tubidan jo'g'arga qarang, mene. 1 Dışqa o'tirib 1 0 1 1 1 Osılay жазып шығамыздан астан 2 индекс qo'yamiz. Sebebi bu yegilik sanov jiyesiga ауысқан bildiradi. 891 10 indeks, ya'ni bu 10lik jiyening yegilik sanov jiyesiga ауысқан bildiradi. Bölü matematikada bölümde koy, bölüp yazamiz. Түсіндірші өзіңнің шығарған есебін түсіндірші. Төбесіне разрядтан қойшысың өзіне түсіндірші. Төбесіне разрядтан. Оңнан соңға 4, 1, 2, 3, 4. Қараймыз. Дұрыс па тексереміз. Тексереміз, қарай. 1, айтшы өзіңнің шығарған 1, я, негізгі сан, көбейтесің. Я, 2 қайда алдың? Индекс, я. Одан несі? 4 дәрежесі. Плюс 1 көбейту. 2-нің 3 дәрежесі. Плюс 1 көбейту. 2-нің 2 дәрежесі. 28, 29, 30. Яғни неше шықты? 10-ды санау жүйесіне ауыстырғанда 30 шықты. Қанша бөле береміз? Ас төменнен жоғары қарай жазып шығамыз, сонда екінші санау жүйесі шығады. 1 Сонда екінші санау жүйесіне аударған кезде 30 екінші санау жүйесі. Апай түсініп па? Апай болма ғой. 43 2-ге өтсең 86-ның өзі шығады, я? 86-дан 86 алсаң 0 болады. Дұрыс па? Енді 43 2-ге бөлсең нешеден берген? 22-ден. 22-ні 2-ге өткенде? 22-ден бересің, 21-ден бересің. Я? 21-ден бересің. 21-ден бергенде 2 1 2 2 2 1 Мына жерден неше болады? Енді мынаны жазып шық. Соңынан екілік жүйеге ауыстырғанда төменнен жоғары қарай жазамыз дедік қой. Төменнен 1-ден бастап жазсын. 1 0 жазып шық. Теңдерді. 1 0 0 бар ғой. Сендерге екі топқа екі конверт берем, ішінде бөлек конвертте сөздер бар. Бөлек конверт, ішінде сөздер бар. Соның ішінде сөздерді құрастырамыз. Көп болып. Арасында жібермейміз, шатастырасыңдар. Аламыз, жеке-жеке сен әрқайсыңдар. Бәріміз бір-бірден алып қатаймыз. Әріптер шатастырмаймыз, сөз құрастырамыз. Осы информатика пәніне байланысты сөздер. Жоқ, қазақша. Біреуінен осы бір конверттің ішіне бір сөз шығады тек. Осы информатика сабағына байланысты бір сөз шығады.